Good afternoon, ladies and gentlemen. Қайырлы күн, құрметті ханымдар мен мырзалар. Біздің 4-ші мастер-классқа қош келдіңіздер. Біз форумның әлеуметтік серіктесі Самұрық Қазынаға үлкен рахметті айтқым келеді. Бүгінгі мастер-классқа қолдау көрсетіп отыр олар. Біз мастер-класстарымызды жалғастырамыз. Қазіргі мастер-классымызда өте қызық тақырыптар қарастырылады, сұрақтар қоюға болады. Мастер-класстың соңында сонымен қатар онлайн сұрақтар қоюға болады. Ұялы телефондарыңызды өшіріп қоюды өтінеміз. Эндрю Кин, британ-американдық кәсіпкер және жазушы. Қазіргі кезде Web 2.0-дегі интернет ол мәдениетке кері әсерін тигізуде. JQ журналында өте танымал және цифрлық революция жөнінде өте әртүрлі пікірлер білдіруде. 5 кітаптың авторы. Интернет жауап емес және болашақты қалай басқару керек атты кітаптары бар. Және ол Кинон капитализм деп аталатын танымал подкаст шоудың жүргізушісі. Эндрю Кинға сөз береміз. Оның бүгінгі мастер-классы болашақты басқару жөнінде. Үлкен рахмет, Сью. Осында болғаныма өте қуаныштымын. Қазақстанда болғаныма қуаныштымын. Нұр-Сұлтан қаласында. Бүгін біраз уақытымды серуендеп өткіздім. Өте керемет қала. Былайша айтқанда, болашақ қалыптасып жатқан қала. Мен әрине бұл жерде Қазақстан туралы айту үшін, Нұр-Сұлтан туралы айту үшін келген жоқпын, бірақ дегенмен метафора түрінде ол бізге бір болашақ туралы нәрсені айтуда. Болашақ міндетті түрде бізге келеді. Және болашақты басқару әрине біздің тарихымызда адамзат үнемі соны қалаған. Болашақты білгісі келетін үнемі адамдар. Қазақстанның да жерінде солай болды, саяси, әскери, экономикалық тұрғыдан. Және әрине Нұр-Сұлтан өте жақсы үлгі деп айтуға болады. Ол тарихта осы өңірде әртүрлі аттаулары да болған. Тарихта өзінің орнын қайта қалпына келтіріп өзгерткен. Осы Нұр-Сұлтан қаласы деп аталғанға дейін Астана деп аталған. Әрине, бұл жерде қалада былай жүрсеңіз, бұл крандар қаласы және құрылыс қаласы екен көруге болады. Саяси тұрғыдан, архитектура тұрғысынан. Әрине, тағы да мен айтқым келеді, бұл менің мамандығым емес. Нұр-Сұлтанның болашағы немесе Қазақстанның болашағын қалай басқару керек екен туралы айта алмаймын. Бірақ болашақ үнемі қалыптасуда және ол біздің айналамызда. Біз кейбір адамдар бір жағынан болашаққа сенеді, бірақ көп жағдайда біз осы болашақты басқару бойынша жұмыс жасаймыз. Және менің ойымша Қазақстанның халқына бұл идея өте жақсы біледі деген ойдамын. Өйткені Қазақстанда Кеңес одағының бір бөлігі болды. Әрине ол одырады. Бұл болашақты басқарудың бір сәтсіз мысалы деп айтуға болады. Менің енді мүлдем басқа менің саласы. Сьюда айтқандай, мен Кремний даласынан шыққанмын. ақш-тың батыс жағалауында. Ол кішігірім жер, ол
жүздеген миль қашықтықта орналасқан солтүстік Калифорния қалаларын, Сан-Хосе, Сан-Франциско сияқты қалаларынан қашықтықта орналасқан, және дәл осы Кремний долинасынан цифрлық революция басталған болатын, және цифрлық революция осы жерде жеңді де, жеңіліске де ұшырады. Мен Кремний долинасының цифрлық революциясының жеңілісі туралы айтқым келеді, сәтсіздігі туралы айтқым келеді. Мен онлайн аудиторияға айтқым келеді, егер сұрақтарыңыз пайда болса, аудиторияда сұрақтар пайда болса, қолдарыңыз көтеріп, сұрақтарыңызды қоюға болады. Мен сөйлеп жатқан уақытта да міндетті түрде мен өзім тоқтап сіздерге сұрақ қоюға мүмкіндік беремін. Мен кәсіпкермін. Және Сью айтқандай мен журналистпін, және сыншымын, жазушымын. Силиконовый долинаның басқа адамдары, яғни Кремний долинасының басқа адамдары сияқты мен әртүрлі мамандармен айналсам. Мен сыншымын, мен жазушымын. Нұрсұлтан Қазақстанның болашағы деп айтатын болсақ, Кремний долинасы бүкіл әлемнің болашағы деп айтуға болады. Бірақ болашақ әрине абстрактілі, ол виртуалды деп айтуға болады. Ол Facebook'тың болашағы, Google'дың болашағы, Apple'дың болашағы, және батыс жағалауда ол әрине Amazon'ның болашағы, интернеттің болашағы. Өйткені ол желілердің желісі, және соңғы 40-50 жылда бүкіл әлемді ол өзгертуде, жаңадан қалыптастыруда. 1990 жылдардың ортасында мен болашаққа сенетімін. Мен болашаққа сенетімін. Мен болашаққа қатты сенетімін. Яғни, болашаққа сенетін адамдардың негізгі проблемасы, олар болашаққа сенуді дінмен бірдей қылады. Бұл сенім барлығы белгілі бір фактіге негізделеді, бір сенімге негізделеді деген ой болды. 90 жылдары мен болашаққа осы сенімім осы жартылай дін сияқты болып көрді. Сан-Францискода 1990 жылдардың ортасындағы көп адамдар сияқты мен журналист болдым, маған технологиялар қызық болды. Барлығымыз ол кезде 90 жылдардың ортасында интернетті өзіміз аштықта, бізді ол алып кетті. Мен өзімнің «Великий соблазн» атты кітабында сол туралы жазған болатымын. 25 жыл бұрын өте аз адам ол кезде онлайн болатын, және потенциал өте жоғары болды, және мен сияқты адамдар және басқа жазушылар оны болашақ деп қарады. 90 жылдарда, 90 жылдардың ортасында және 90 жылдардың басында біз интернетке сенетіміз, болашаққа сенетіміз, және оның бір негізгі себебі болды. Біз цифрлық революция адамзатты жаңа күшке ие болғызады деп ойладық. Менің болашақты қалай басқару керек атты кітабымда осы күш беру дегеніміз негізгі сөз, түйін сөз деп айтуға болады. Адамға күш беру дегеніміз адамзат бүкіл әлемді басқара алады дегенді білдіреді. Нұрсұлтанда күші бар адам, беделді адам дегеніміз бүкіл крандарды, осы құрылысты басқаратын адам болуы мүмкін. Ал әрине біреуге күш беру, біреуге билік қолына беру әлем тарихында өте маңызды рөл атқарған процесс. Және осының барлығы тарихи процестерде монотеистік деңгейдегі барлығы осыған байланысты болды.
Кеңес одағының тарихын еске түсірсек, бұл да осындай күш берудің, билік берудің бір сәтсіздікке ұшыраған үлгісі, яғни жұмысшылардың барлығын еркіндікке шығарып, белгілі бір коммунизмге қол жеткіземіз деген осындай утопияға негізделген болатын. Бірақ керісінше болып кетті. Ол адамдарға еркіндік бергеннің орнына оларды құлдарға айналдырды. Цифрлық революцияға келетін болсақ, оның иконографикасы және осы монотеистік дінге ұқсас либерализм, революция, коммунизм 19 ғасыр мен 20 ғасырда. Оның да барлығы адамдарға билік беруді ұсынды. Ол әрбір адамға мүмкіндік берді. Зияткерлік тұрғыдан, интеллект тұрғысынан бір нәрсені бергісі келді. Ақпарат тегін болып қалды және осындай девайстар арқылы ақпаратқа қол жеткізуге болды. Біздің қалтамызда ұстап жүретін осындай кішкентай девайс, менде iPhone, сізде де iPhone немесе басқа да девайс болуы мүмкін. 30 жыл бұрын суперкомпьютер осындай кеңістікке де симас еді, тіпті мынандай ғимаратқа да симас еді. 90 жылдары ондай болған жоқ, бірақ сол кезде ноутбуктар болды, стационарлы компьютерлар болды. Қазіргі кезде егер бүкіл әлемдегі ақпаратқа ие болсақ, біз дана болар едік деп ойлайтынбыз. Егер әлемдегі бүкіл ақпарат біздің қолымызда болса, онда біз өте дана болар едік. Бұл бізге үлкен билік әкелер еді деп ойладық. Осы билік берудің тағы да бір екінші аспектісі, ол біздің барлығымызды кәсіпкер етеді. Кенеттен платформа, интернет, Кремний долинасында қолданылған нәрсе бүкіл индустрияны өзгертіп жүрді. 90 жылда біз соны енді түсіне бастадық. Бүкіл индустрия, бүкіл салалар, білім беру, қаржы, үкімет, медиа, барлығы астан-кестен шықты осы цифрлық революцияның нәтижесінде. Әр индустрия толығымен өзгерді. Және барлық салалардың, барлық өнеркәсіптің астан-кестен шықты. Барлығында экономикалық билік қолына алу мүмкіндігі болды. Бұл технология тағы бізге қандай мүмкіндіктерді ашты? Цифрлық революция, Уманың сөзімен айтатын болсақ, ол мінсіз транспаrenттік, мінсіз ашықтық. Тарихтың бастамасынан бастап, адамзат үнемі транспаренттік пен жеке өміріңнің құпиясын сақтау арасында жүрді. Кремний долинасындағы адамдар біз көрмеген нәрсе, біз білмейтін нәрсе, ол бір қараңғы нәрсе. Платон оны үңгір ретінде, метафора ретінде сипаттады. Қараңғылыққа қарама қарсы жарық түсірсек, барлық нәрсені білсек, ол өте жақсы болады. Егер транспаренттік болса, бізге де ол қосымша билік береді, өйткені барлығын біледі. Ол әрине идеализм, утопия деп айтуға болады. Бірақ 90 жылдары біз соған сендік. Транспаренттік бізге билік береді деп ойладық. Егер біз барлығын білсек, әлемде болып жатқан нәрсенің барлығын білсек, біз әлемді басқара аламыз деп ойладық. Транспаренттік, экономикалық, кәсіпкерлік мүмкіндіктер, медиа еркіндігі, ақпаратқа қол жетімділігі, билік алу біздің негізгі мақсатымыз болды. Осы цифрлық революцияның драйвері деп айтуға болады. Әрине біз ақшаны тапқымыз келді. Ешкім бұны тегін жасаған жоқ. Тіпті идеология тегін болса да, бәрібір ол идеологияны, осы революцияны
Ларри Лесик Гарвард университетінен, Крис Андерсон Wild магазин журналының бас редакторы сияқты адамдар оның басында тұрды. Бірақ әрине бізде ақша жасағысы келдік. 90-шы жылдарда ешкім Фейсбукқа дейін, Фейсбукты естімеген, Apple болған жоқ, Facebook болған жоқ, Google болған жоқ. 90-шы жылдардың басында, ортасында осы интернет 1.0 болды. Ол кезде Амазонда дұрыс қазіргідей жұмыс жасаған жоқ. 2-3 триллион долларлық компания және әлемнің көп жағдайын, көп кеңістігін қамтиды. Бұл 25 жыл бұрын 90-шы жылдардың ортасында болған жағдай. Аудио кафелер болған кезде біріншіден бәрі де цифрландыруға сенген жоқ. Көптеген скептик адамдар болды. Мен өзім де скептик болдым. Менің жолдасым және көршім, бірге оқыған бір жолдасым, ол да скептик. Олар біздің ойымызша бұл тек қана бір ойын сияқты. Ақпарат бізді өте парасатты, жақсы азаматқа, адамзатқа айналдырады деп ойлады. Және көбірек көрген сайын біз күн көзіндей цифрландыру көзін көру арқылы ақылдырақ бола түсеміз деп ойлаған едік. 25 жыл өткеннен кейін жағдай қалай өзгерді? Қазір осыны тыңдап отырған адамдардың көбісі, әрине, бұны бұрында естідік, бұндай супер компьютерді бұрында естідік, қазір олар қалтамызда бар, бір-бірімізден, ата-анамызбен, жігітімізбен, қызымызбен, жолдастарымызбен, әртүрлі адамдармен қарым-қатынаста бола аламыз, ойын ойнай аламыз, Википедияға кіріп кез келген ақпаратты оқи аламыз, Амазоннан кез келген зат сатып ала аламыз деп ойлайсыздар. Және соның көбісі шындық. Әрине, цифрлық революция жаман деп айта алмаймын. Бірақ мен де өзім сол заттарға тәуелдімін. Электрондық коммерция болмаса, немесе хабарламалар жіберуге мүмкіндік болмаса, мен өзім де қиналар едім. Әрине, ешқандай катастрофа болған жоқ. Бірақ А деген сөзге оралайық, агент. Бұл революция қалай әсер етті агентке? Мен 15 жыл бойы жаза бастадым. 2007 жылы бірінші кітабымды жазған болдым. Және 21 жылы 2018 жылы 2017 жылдары бірнеше кітаптар жазған болатым. Интернет бәріне жауап бола алмайды, цифрлық революция және басқа да кітаптарды. Және агенттік біреулерге, мысалы, бай адамдарға, миллионерлерге, миллиардерлерге көбісіне пайда әкелді, бірақ бәріне пайда әкелді деп айта алмаймыз. Енді сұрақтарыңыз бар ма осыған дейін? Мен су ішіп алайын. Енді бірінші атап өткен 3 мәселеге оралайық. Ақпарат, транспаренттік және ойын ойнау алаңы. Бірінші ойнау алаңынан бастайық. Бұл соншалықты моралдық сұрақ емес. 90-шы жылдардың ортасында ол алаңда кез келген адам бизнес бастай алады деген сенім болған. Мен де венчурлық капитал арқылы, басқа да мүмкіндіктер арқылы алаңда бизнесті бастауға болады деп ойлайтынбыз. Бір жағынан ол да шындық, қосымшаны жасауға болады, алаңшаларды
қолдануға болады. Бірақ табиғаттың заңы бойынша жеңімпаз экономиканың бәрін өзіне қармап қалады. Қазір 3 триллион доллар компания бар, мысалы Facebook, Amazon, Apple компаниясы. Apple кеше ақшта сейсенбі күні Apple 13 деген смарт-бук шықты. Ол 13 триллиондық компанияға айналды. Google 2 триллиондық компанияға айналды. Біздің көріп отырғанымыз өте үлкен экономиканың өсуі, бірақ олның ішіндегі ойыншылар демократияға, теңдікке алып келмейді, керісінше теңсіздікке алып келеді. Саяси жағына оралатын болсақ, Ленин Кеңес одағы кезінде большевизмді дәріптеген кезде кішкентай ұйымдар, кішкентай адам, кішкентай азамат үлкен маңызды азаматқа айнала алады. Оның құқықтары болады деген екен. Кеңес одағы әрине большевизмді солай дәріптеп, солай дамыта бастады, бірақ нәтижесінде Ленин немесе Кеңес одағы өзі ол қарапайым адамдардың пайдасы болған жоқ. Дәл солай Amazon да басқа үлкен компаниялар, монополистер, олармен сайысқа түсу, ақпараттық кеңісте сайысқа түсу өте қиын. Бұл өз кезегінде мүмкіндіктердің теңсіз үлестірілуіне алып келеді. Бұрынғы экономика, бұрынғы біздің үйреніп қалған тәртіп әрине өзгерді. Қазір көріп отырғанымыз цифрлық экономиканы бақылап отырған өте кішкентай топ, бірнеше ойыншылар ғана. Әлем бойынша өте көп бай компаниялар бар. Мысалы, Қытайды алайық. Қытайдың қарастырған кезде қызық бір мәселе, ол цифрлық революцияны бастады, бірақ цифрлық революцияны бастаған қатысушылар сол цифрлық революцияның тұтқыны болып қалды. Европада басқаша даму болды. Менің ойымша цифрлық компаниялар жергілікті немесе электрондық компаниялар жергілікті компаниялар емес. Ол смарт құрылғыларды жасайтын және үлкен сол гиганттық ақштармен сайысқа түсе алатын ол да үлкен компаниялар. Жергілікті компаниялар емес. Ақпарат бойынша да дәл сондай жағдай орын алып отыр. Бәріміз өзіміздің құрылғыларымызды алып, Google-ға, Википедияға кіре аламыз, және біздің ашылығымыз үшін цифрлық революция бізді ақылдырақ, парасатты етті. Менің культ деген кітабымде цифрлық революция кәсіби журналистерге қалай әсер еткенін қарастырған болатынмын. Біз бірнеше культ аматер деп аталған кітабында соны жан-жақты қарастыруға тырысқан едім. Цифрлық революция және ол 25 жыл ішінде кәсіби журналистикаға, кәсіби журналистерге қалай әсер еткенін. Біз дәл сондай авторитарлы фигураларды көреміз. Дәл Трамп сияқты веб-сайтта, әр чатта, әр жерде бір адам болады, бір қатысушы болады. Шындықтан бас тартатын, өзін сарапшы санайтын. Бұл феномен менің
ойымша көп адамдар жақсы зат ретінде қабыл алды, және бұл адамдарды өздеріне айтып отырған не айтып жатқан адамдарды немесе соншалықты ойы пікірі дұрыс емес адамдарды фетишизм арқылы бір ақтап алғандай болды. Нәтижесінде агенттік біздің бастапқы идеямыз шындыққа жетеміз, әлемнің бәрі 21 жылы шындық қандай болатынын біледі деген ойымыз қаншалықты жүзеге асты. Ол 2090 жылдары орын алар екен. Интернет соның бәрін өзгертті, цивилизацияны өзгертті, ғылымды өзгертті. Және сенімділікті фактілерге, сенімділікті де енді агенттікке де сенім жоқ. Цифрлық революцияның екінші жағы бұл экономикалық демократияға алып келген жоқ. Екіншіден шындықты және шынайы білімге де бір қол сұғушылық жасады. Үшінші жағы бұл транспаренттік деген культ. Біз көбірек көретін болсақ, бізге пайдасы оның болады. Интернеттен бәрін көріп аламыз, ешкім тығыла алмайды, бәрі де анық болады деген ойымыз жүзеге асты ма? Бір жағынан ондай метафорлық күн көзі жақсы, ешкім де бір көлеңкеде қалғысы келмейді, ақпаратсыз болғысы келмейді. Бұл тақырып бойынша өте көп кітаптар да бар. 1984 жылы бір жаңа батыл әлем деген кітап шыққан болатын. Қазіргі мәселе бизнес модель және Кремний долинасының бастапқы концепциясы дұрыс болмаған сияқты. Платформалар, YouTube, Google, Facebook өздерінің өнімдерін тегін үлестірді. Басында бәрі тегін болды, есіңізде болса. Bir жағынан бұл сенуге де келмейтіндей болды. Өйткені тамағымыз үшін де, киіміміз үшін де, ішетін, жейтін затымыз үшін де төледік. Бірақ Google'ды пайдаландық. YouTube-ті, Facebook-ті ешқандай ақысыз пайдаландық. Неліктен олар бізге ақысыз, ақшасыз берді сол өнімдерді? Соның өзінде бір трагедия жатыр. Өйткені олар бізді өнімге айналдырды. Бізді сол платформаларды тұтынушыға айналдырды. Бізді сол платформалардың тұтынушысына айналдыру арқылы біздің өміріміз, біздің әдетіміз, біздің қалағанымызды біліп алып, жарнама үшін бізді пайдалана бастады. Төртінші революция дегеніміз интернеттің радикалдық транспаренттігі біздің нені қалайтынымызды, нені ұнатпайтынымызды, қандай ақпаратты пайдаланатынымызды ашып берді. Керек десеңіз, бұл бақылау капитализмі және дистопия. Енді ештеңкені жасыра алмайсыз. Өзіңіз туралы да ақпаратты еріксіз бересіз, және өзіңіз де еріксіз түрде сол алаңдардың өніміне айналасыздар. Енді төртінші революция неліктен жүзеге толықтай аспады. Өйткені революция дегеніміз бізге еркіндік беретін, бізге билік беретін, бізге күш беретін құбылыс ретінде басталған. Facebook, Google, YouTube қазір бізді бақылайды, біздің әдеттерімізді біледі, біздің қалағанымызды біледі. Бізге
қажетті ақпаратты ұсынады, бізге қажетті өнімді, бізге қажетті қызметті жарнамалайды. Біздің зердемізбен, біздің интеллектімізбен әрі қарай өз жұмысын дамытады, өнімдерін дамытады, бізді құлдарға айналдырады. Біз тәуелді болып қалдық. Бәріміз емес, бірақ Нұр-Сұлтан көшелерінде қарап жүрсем, Нұр-Сұлтан көшелері Лондонның, Сан-Францисконың, Нью-Йорктың, Берлиннің, Найробидің, Сингапурдың көшелеріне, Бейджин көшелеріне өте ұқсайды. Бәрі сол құрылғыларға тәуелді. Олар мысалы Нью-Йорк университетінде психиатрлар, өте әйгілі бір психиатр Джонатан Алтер бір кітап жазған екен. Өте көп медициналық мамандар сол тәуелдік туралы айтады. Біздің өмірімізді қадағалайды. Біз сол құрылғыларға тәуелді болып қалды. Алкогольдан да, нашақорлықтан да, фастфудтан да көбірек тәуелдіміз. Өйткені бұл кішкентай құрылғылар бір жағынан телевизордың бұрын шыққан телевизордың концепциясын пайдаланып, белсенді бізбен әрекеттесу арқылы бізді толықтай өздеріне қаратып алды. Енді бұл үшін не істеуге болады? Бұған қалай төтеп беруге болады? Біз сол заттың нысаны емес, объектісі емес, сол затты пайдаланушы ретінде, иесі ретінде қалуымыз үшін біз өзіміздің білімімізді толықтыруымыз керек. Смарт технологиялар бізді алмастырып жатыр, бізді жұмысымыздан айырып жатыр. Бұл дағдарыс тек қана мәдени дағдарыс емес, экономикалық дағдарыс емес, саяси дағдарыс емес. Бұл экзистенциялық толықтай дағдарыс. Кейбір адамдардың ойынша осыдан кейін біз электрондық интеллектке, жасанды интеллектке, технологияларға құлға айналамыз, солардың құлына айналамыз. Кремний долинасында екі пікір бар. Бір жағынан бұны қолдану керек па, қолданған дұрыс па, немесе бизнеске айналдыру керек па, міндетті түрде қажет па деген. Бұл үшін не істей аламыз? Келешекті, болашақты қалай өзгерте аламыз? Бұл адамзат тарихында оған дейін де орын алған, өзімізге, есімізге салып тұратын мәселе. Бұны жеңіл түрде немесе тез түрде жасай алмаймыз. Бұл өзгерісті тез түрде жасай алмаймыз. Соны ұмытпауымыз керек. Біз техноцентрлік уақытта өмір сүріп жатырмыз. Керемет блокчейн, жасанды интеллект, өзі айдалатын көлік, интернет, басқа да құрылғылар, мен қолыма тағып отырған смарт сағатым, кез келген проблеманы технология шеше алады деп ойлаймыз. Бірақ мәселе, бұл жердегі трагедиялық ирония, бізде технологияларымыз өте көп, смарт технологиялары өте көп болып кетті. Смарт фейкке айналды. Смарт, менің айтып отырғаным, бұның бәрін сындырып, бас тарту емес. Қайтадан үңгірге барып тұру емес. Немесе барлық смарт құрылғылардан бас тарту емес. Адам
адамзат агент болу керек. Біз бұны ойлап таптық. Біз осының иесіміз. Біз бұны экономикалық, мәдени, психологиялық, саяси құлдыққа айналмау үшін дәл қазір сондай жағдай орын алып жатыр. Сондай үрдіс орын алып жатыр. Біз иесі болып қалуымыз керек. Өйткені қосымшалар сынбау керек. Қосымшалар біздің болашағымызды, келешегімізді бұзбау керек. Менің тренингім интеллекттік тұрғыдан қарағанда бұл бұрында жасалған болатын. Екі затты адамзат өте жақсы еңсереді. Біз болашақты бұзамыз да, және оны қайтып орнына да келтіре аламыз, қайта құра аламыз. Бұл үшін бізге қазір өте жақсы дайындық, білім қажетті. 1920 жылы қандай өзгерістер орын алды? Индустриялық революциядан, индустриялық төңкерістен бері. Соның нәтижесін, салдарын қазір де көріп жатырмыз. Біздің планетамыз қалай өзгерді индустриалдық революциядан кейін. Сол өзгерістерді әлі де орнына келтіре алуға күш салып жатырмыз. Советтер, Кеңес одағының кезінде демократия және біз оны қалай орнына келтіре аламыз? Болашақты қалай орнына келтіру деген кітабымда мен 5 әртүрлі стратегияны ұсынып отырмын. Сол стратегияларды бір уақытта пайдалану керек. Біріншісі, ең сондай ақшта көп сұрақ тудыратыны, бұл қадағалауды қажет етеді. Қадағалауды не үшін бізге бұл қажет? Өйткені бұл цифрлық революция біздің қолымыздан шығып кетті. Вашингтон DC-да тұратын регуляторлар өз жұмысын жақсы жасаған жоқ, толықтай оны түсінген жоқ, толықтай өздерінің ережелері арқылы, заңдары арқылы қадағалай алмады. Ондай тілектері болған кезде сен бюрократсың, сен қағаз бастылықты көбейтесің деген пікірлер болды. Бірақ монополияны да қадағалау үшін кез келген тәуелділікті туғызатын шылым болсын, нашақорлық болсын, алкоголь болсын, фастфуд болсын, смартфон болсын, оған қадағалау қажет. Ереже мен тәртіп қажет, заң қажет. Мен өз кеңсемде отырған кезде Маргарет Вестфага деген Данияның саясаткермен сөйлесіп, ол кісі Маргарет сол Big Tech деп аталатын жаңа технологияларды қадағалау, жаңа технологияларды бақылау бойынша өте жақсы жұмыс жүргізді. Ол тәжірибені Вашингтонда да пайдалануға болады. ақшта да сондай бақылау, регуляция қажет. Менің айтып отырған бұл жерде радикалды бір бақылау, бәрін бірден алып тастау, жою, басу емес. Бірақ серіктестік пен әріптестік, бақылаушы мен инновацияны ойлап табатын тараптар арасындағы серіктестік пен әріптестік. Силикондық Кремний долина соңғы уақытта көп өзгерісте ұшырады.
монополияларды қадағалайтын, зиянды заттарды пайдалануды қадағалайтын әртүрлі ережелер мен заңдар бар. Дәл сондай заңдар технологияларға да, технологияның дамуына да, тәуелділікті туғызатын құрылғыларға да пайдалану керек. Біз жаңа тұрғыдағы жаңашыл инноваторларды тәрбиелеуіміз керек. Әсіресе Кремний долинасындағы кәсіпкерлер, цифрлық кәсіпкерлердің өзінің идеологиясы бар. Өздерінің ойлары, пікірлері бар. Олар болашаққа, келешекке сенеді. Және олардың ойындағы болашақ өте жақсы кеңістік болады. Оларды бай етеді. Оларға көп табыс әкеледі деген ойда болады. Біздің Фейсбуктағы жолдасымыз, досымыз Марк Цукерберг әлеуметтік желіні бәрі бір-бірімен жақсы байланыста болу үшін ойлап тапқан. Бірақ соның арқасында мультимиллионерге айналды. Және Facebook сияқты компаниялар жемқорлықта орын алады. Басында оны жасаған кезде, мысалы Инстаграмды жасаған кезде бір концепция болған, бірақ ол табыс әкелетін үлкен алаңға айналған кезде жемқорлық мәселелері басқа да мәселелер туындады. Енді крипто кеңістік туралы айтатын болсақ, біздің сол крипто кеңістікте де жауапкершілігіміз бар. Марк Цукербергтің айтуынша, тез қимылда, тез өзгеріс жаса деп айтқан. Бірақ сындырма деп. Бірақ Цукербергтің өзі көп затты сындырды, бұзды. Тіпті американдық демократияны да бұзды. Және соны қайта орнына келтіру үшін көп атсалысып жатқан жоқ. Сондықтан крипто кеңістікте жауапкершілік пен есеп беру, өз әрекетіңе есеп беру қажеті. Өйткені олар біздің бәрімізді өнімге айналдырды. Бізді бәрімізді бақылайтын болды. Біздің артымыздан тым қойып қойғандай болды барлықтарымыздың. Тіпті бізді күнделікті пайдалану арқылы біздің өзімізден де жақсырақ, тереңірек танып алды. Әрине бай болуға болады, бәрін бұзуға да болады қалағаныңша, бірақ оны мойныңмен көтеру керексің. Тағы да бізге бәрімізге жауапкершілікті алу керек. Өзіміздің әрекетіміз үшін жауап беруіміз керек. Ең оңайы Кремний долинасының кінәсі деп соларға жаба салу. Марк Цукербергтің кінәсі, немесе Google'дың кінәсі деп. Бірақ шындыққа келсек, бәріміз де жауаптымыз. Бұл жерде агенттік мәселесі қайта туындайды. Құрылғыларға, девайстарға құл болмау үшін, олардың иесі болу үшін, біз олардың пайдаланушы болуымыз, олар бізді тұтынбай, біз оларды тұтынуымыз үшін, оларға тәуелді болмау үшін, Инстаграмға, Ютубқа, басқа кез келген желіге тәуелді болмау үшін бақылауымыз керек. Бұны алкогольмен, фастфудпен, телевизор көрумен, фастфудпен, немесе заңмен қолдануға болатын наша түрлермен жасаған болатынбыз. Бізге мүмкін мысалы, фастфудты пайдаланған кезде біз толып кетеміз. Сол толып кетпеу үшін, артық салмақы қоспау үшін ережелер, заңдар, қадағалау қажет. Бірақ дәл сол сияқты біз физикалық түрде емес, ақпараттық түрде де артық салмақ алуымыз мүмкін. Бұл үшін кім жауап береді? Біз саяси түрде де жауапкершілік бар. Бұл кез келген мектептің кеңесі болсын, немесе еңбек қоры болсын,
еңбек кеңесі болсын, мен өзімнің Твиттермен немесе Фейсбукпен жүйеге қалай төтеп бере аламын деп ойлайсыз? Индустриялық дәуірде бұны біз жасаған болатынбыз. Монополистерді 19 ғасырдың соңында, 20 ғасырдың басында ақш-та мысалы көптеген монополистерге біз төтеп бердік. Оны тағы да жасауға болады. Мысалы, темір жол компаниялармен бұны Uber драйвер олар жаңа пролетариат ретінде өздерін танытпақ болды. Олар өзін ұйымдастыру арқылы сол желіге Uber жүргізушілері сол желіге өздері иелік жасап отыр. Және қазір Uber'ді бастаған, Uber қосымшасын бастаған адамдардың айтуынша басқа қосымшалар толықтай олардың жалақысын бермейді, немесе тіпті медициналық сақтандыруды да қолданбайды. Жасанды интеллект бізді алмастыра бастаған кезде біздің құндылықтарымыз да өзгереді. Біз енді жай ғана жұмысшылар немесе докторлар, инженерлар, тағы да басқа да кәсіпкерлер бар. Мысалы, жазушылар. Бәрімізді де жасанды интеллект алмастыру мүмкін, бірақ олар біздің жасағанымызды жасау үшін тек қана тиімді түрде ғана емес, арзан түрде жасау керек. Мысалы, Сан-Францискодан Нұр-Сұлтанға келу үшін көптеген ақша кетті мені шақыру үшін. Мүмкін, егер де жасанды интеллект дәл осы баяндаманы жасайтын болса, бұл анағұрлым арзан болатын еді. Бірақ барлық жерде қаржыны қысқарту қажет емес. Барлық жерде қаржыны тиімді пайдалану міндет емес. Біздің адамзаттың жасайтыны бұл еңбек. Біз еңбек арқылы дамимыз. Енді жасанды жерде бізді алмастыратын болса, мысалы, утопиялық идеясы Марктың айтқаны бойынша, егер де поэзияны, басқа да шығармашылық түрлерін жасанды интеллект жасаса, біз қалай өзгереміз? Бесіншісі, осы мәселелерді біздің университеттерде және мектептерде де қарастыра бастау керек. Әрине, мұғалімдер бұны кәсіби түрде дәріптеп түсіндіре алмауы мүмкін. Өкінішке орай, мұғалімдердің, оқытушылардың ақш-та статусы сондай жоғары емес. Қазақстанда қандай екенін білмеймін. Біз өзіміз балаларымызды тәрбиелеуіміз керек. Фейсбукте көргеннің бәрі шындық емес деп түсіндіруіміз керек. Және балаларымызға сен осы галактиканың, осы әлемнің иесі емессің. Тек қана Инстаграмда немесе басқа да желіде көріп алғаныңның арқасында сен бір керемет болып кеткен жоқсың деп түсіндіруіміз керек. Amazon мысалы өздерін тауарларын, өнімдерін бізге тез жеткізеді. Әрине, бұл біз үшін пайда, бұл біз үшін артықшылық. Сол артықшылықты пайдалану арқылы бақылауды да жүзеге асыруымыз керек. Менің жасымдағы көптеген адамдар, мүмкін сіздердің балаларыңыз бар шығар, қатысушылар, осы цифрлық революцияның ықпалы өте қиын болды, әсіресе балалар үшін. Менің өзімнің 2 балам бар. Бәріміздің басымыздағы қиындық қашан қолына ұстату керек сол девайсты, және сол девайсты қандай мөлшерде пайдалануға рұқсат беруіміз керек. Білім беруде соны ескеру керек. Саяси ұйымдар, азаматтық қоғам
реформацияға келгенде кәсіпкерлер және басқа да ойыншылар осыған көңіл бөлу керек. Нұрсұлтанды қыдырып жүріп, бүгін Нұрсұлтан бірнеше күн бойы жүріп, өте әдемі жерлерді көрдім. Өте көп саяжайлар бар екен. Ешкім маған мына жерге бар, не мына жерге бар деп айтқан жоқ. Өзім шығып қыдыруға болатын, серуендеуге болатын алаңдарды, жерлерді көрдім. Және қазіргі заманауи қалалардың ең керемет жері қыдыруға болатын, шығуға болатын кеңістіктер. Ешкім ол жерде сені көрмейді, ол жерде ешкім сені тыңдамайды. Жай ғана серуендейсің, жай ғана жаяу жүресің. Ешкім мені қадағалап отырған жоқ, ешкім маған ешқандай жарнама бетіме басып отырған жоқ. Және біздің цифрлық дәуірдің жаңа архитектурасы қандай болу керек. Дәл сол орталық парк сияқты, бақ сияқты әдемі бір жерлер болу керек. Әркім бара алатын. Біреу ешқандай төлем ақысын, кіру ақысын төлемей-ақ пайдалануға болатын бір жалпы бәрі пайдаланатын әдемі кеңістіктер, орындар болу керек. Интернетте де, цифрлық кеңістікте де. Мүмкін дәл осы бізге қажетті жауап шығар. Сондықтан цифрлық еркіндікті дәріптейтін көптеген мамандар сол бағытта ойын дамыту керек, сол бағытта әрекет ету керек деп ойлаймын. Әрине бұл оңай болмайды, өйткені келешекті, болашақты түзету соншалықты оңай емес. Бұған бірнеше дәуір керек. Бірақ егер бұны ескермейтін болсақ, біздің болашағымыз да қараңғы болады. Рахмет. Are there any questions from the audience? There are two questions online. Онлайн екі сұрақ бар. Эндрюға қойылатын бірінші сұрақ. Бізге қазіргі кезде жаңа медианы қалай дамытасыздар? Осы блогер журналист ретінде бізге не кеңес берер едіңіз? Қандай мысалдарды келтіре аласыз? Блогинг жөнінде айтатын болсақ, әрине бұл проблемасы бар қызмет екі себеппен. Біріншіден, онда бизнес модель жоқ, соған байланысты. Көп адамдар блогер болғысы келеді. Яғни олар осы блогер болу арқылы газеттен естімейтін, жаңалықтан естімейтін шындықты айта аламын деп ойлаймын. Бірақ шынына келгенде дарынды ерте пайда болған блогерлар, Нейт Сильвер, мысалы, Нью-Йорк Таймстың журналисті, блогер ретінде бастаған болатын өзінің жұмысын. Бірақ блогер үшін қиындық, подкастер болсаң да, немесе YouTube'да жүргізуші болсаң да, бизнес моделіңді таңдап алуың керексің. Бұл өте қиын проблемалық нәрсе. Яғни сен аудиторияны дұрыс көре білуің керексің. Жай ғана онлайн бір нәрсені көрсете беру емес қой блогердің мақсаты. Белгілі бір модельдер бар, жоғары сапалы Now.tv деген менде арда болған. Ол кәсіби журнализм жөнінде, яғни кәсіби журналистер әлемді сипаттайтын және көптеген адамдар қызығушылық танды. mi.com и Now.tv немен айналысатын айта аламын. Екінші сұрақ, сіздің ойыңызша, цифрландыру шектеулері міндетті түрде осы шектеулеріне байланысты осы жасанды интеллект міндетті түрде жеңе ме?
бізді алмастыратын технологияны жасай алсақ, яғни біз смарт технологияларын жасап шығарып жатырмыз ғой. Және осы сияқты технологиялар, осы сияқты конференцияны ұйымдастырып, мен сияқты сөз сөйлесе, осы сияқты жұмыс, осындай ғимараттар салаласа, біз оны бақылауымыз керек па? Не істейміз онда біз? Жаңа технологиялар бізді құлға айналдырады. Әсіресе кейбір адамдар, Илон Маск сияқты адамдардың ойынша, бұл технологиялардың өзінің санасы болуы мүмкін деп есептейді. Яғни, бұл жерде бізге белгілі бір реттеу қажет болуы мүмкін. Біз өнеркәсіптік төңкерісті дұрыс реттеп алуымыз керек. 100 жыл бұрын біз жасап жатқан зауыттардың, фабрикалардың жұмысының нәтижесінде көптеген қалаларда су тасқындары болады, температуралар жоғарылайтын, жаһандық жылынуға әкелетінін білгенде біз ойымызды өзгертер еді. Криптоға келетін болсақ, жаңа валюта деп айтуға болады. Ол дәстүрлі орталықтанған валюталармен бәсекелеске түсуде. Бір жағынан оның бір дұрыс жағы да бар сияқты. Бірақ осы цифрлық, қаржылық билік пайда болды. Бірақ қазір, егер сізде криптовалюта болса, ол бүкіл әлемдік экономиканы тұрақсыздандырады. Егер сізде криптовалюта болатын болса, ол үлкен халықаралық дағдарысқа әкелуі мүмкін. Және ол 20-шы жылдан да қорқынышты дағдарыс болады. Криптовалютаға өте байқап қарау керек. Менің ойымша, жасанды интеллектіді дұрыстап қарау керек, ұқыпты түрде қарау керек, реттеу жағынан. Осындай ірі компаниялар, мысалы Amazon, Google, Facebook сияқты, Apple сияқты, Microsoft сияқтылар, олар міндетті түрде реттелу керек, оларды басқару керек. Әрине, оларды бизнестан шығарып тастау керек дегенді білдірмейді. Олар инновация орталығы, бірақ реттеудің өзі нашар нәрсе, қажетсіз, жағымсыз нәрсе деп қарастыруға болмайды деп ойлаймын. Менің тағы бір сұрағым бар. I studied cultivation theory in grad school. Have you heard about that one? Мен культивация теориясын өткенмін өзімнің оқу орнымда. Ол телевидениенің қоғамға ықпалы жөнінде болды. Ол теория теледидардың ықпалы. Және онда ол синдром, қорқынышты әлем синдромы деген болуы мүмкін деп айтқан болатын. Бұл енді ескі теория ғой. Және қазір біз 2021 жылы өмір сүреміз. Көп нәрсе өзгерді. Қорқынышты әлем синдромы өзінің бұрынғыдай емес, қазір 90-шы жылдардағыдай емес деп ойлайсыз ба? Яғни әлемді қорқынышты бір нәрсе ретінде көру, қауіпті ретінде көру, тіпті шындығында қандай болғандан, одан да әлде қайда қауіптірек көру. Енді қазіргі кезде бұл шын деп айтуға болады. Сіздің сұрағыңыз сонда? Мен дұрыс түсінсем енді. Теледидар өте қатты дамыған уақытта осы қорқынышты әлем синдромы болған, ал қазір тіпті ушығып кетті деп айтуға болады. Теледидар технологиясы аясында Нил Постман деген профессор Нью-Йорк университетінің 70-80 жылдары өте жақсы кітаптар жазған. 84 жылы өте жақсы кітап жазған. Ол
теледидар мәдениетін бізді мүлдем санасыз етіп барады деген осы постман интернет пайда болғанша қайтыс болды, бірақ теледидарға деген оның сыны интернетке байланысты да айтылуы мүмкін. Яғни соған қолдануға болады. Цифрлық революция қазіргі кезде теледидардың дәуірін тіпті ушықтырып жіберді. Және сізде нарциссизм, осы адамдардың ізіне түсу, аңду деген сияқты нәрселер болды ғой, баяғыдан бері болған адамзат тарихында. Бірақ цифрлық революция оның барлық осы мәселелерді ушықтырып жүрді. Жылдамдық деген нәрсе, жылдамдық деген аспект қазіргі кезде көп нәрсені өзгертті. Және $триллион компаниялар 5-10 жылда ғана өмірге келіп жатыр. Яғни технологиялардың жылдамдығы, былайша айтқанда, кейбір адамдарды иконаларға айналдырады. Бірнеше минуттың ішінде адам өте танымал болып, жағымды пікірлерді естуі мүмкін, екінші минутта мүлдем қауіпті бір пікірлерді естіп, керісінше жеккөрініштің объектісіне айналуы мүмкін. Әрине, ірі компанияны өте жылдам негізін сала салу бір керемет нәрсе сияқты, немесе бір түннің ішінде танымал болып шыға келу, миллиондаған фолловерларың болу керемет нәрсе сияқты, бірақ оның өзінің кемшіліктері бар, қорқынышты жақтары да бар. Интернеттің бір уәдесі бар. Интернет кезінде біз бір-бірімізді құрметтейміз деп айттық, бір-біріміздің көзімізге қараймыз және бір-бірімізге шыдамдылықпен қараймыз деп ойлаппыз. Бірақ та 10 минут бір әлеуметтік желіде отырсаңыз, керісінше нәрсені көресіз. Әлем әлдеқайда, біз бір-бірімізге әлдеқайда шыдамсыз болып кеттік. Бір-бірімізге төзе алмаймыз. Яғни қазіргі кезде желіде бірін-бірі жақсы көретін адамдар жоқ деп айтуға болады. Қазіргі кезде осы сияқты іс-шаралар ұйымдастырып, бір-біріміздің көзімізге қарай алатындай, тірідей бір-бірімізбен қарым-қатынасқа түсе алатындай жағдайларды көбейту керек. Әрине, COVID-19 жағдайында ол қиын, бірақ COVID-19 аяқталады. Көп нәрсе жаңа, бірақ осы цифрлық революцияның салдарынан ол барлығы жылдамдап ушығып кетті. Бірақ әмбебап және тұрақты нәрселер бар. Бұнда ешқандай жаңалық жоқ. Теориялық, саяси, мәдени тұрғысынан ғасырлар бойы бізде қалыптасқан тіректер бар, және олар болашақта да солай жалғаса бермек. Үлкен рахмет, Эндрю, өте қызықты болды. Бізбен бірге қалыңыз. Тағы да бір мастер-класс бірнеше минуттан кейін болады. Орындарыңызда қалыңыздар. Үлкен рахмет, Сергей Становкин қазір.